Ассалаумағалейкум, құрметті шәкірттер. Сіздермен бүгін Дәулеткерей Шығайұлының қосалқа күйін үйренеміз. Түркмен, сол күйдің авторы Дәулеткерей Шығайұлы. Қосалқа деген күйдің ерекшеліктері: қағыстар бірінші алма кезек. Одан кейін 5 қағыс ерке сылқымдағыдай. Одан кейін 2 төмен, 2 жоғары қағыста кездеседі. Бірыңғай төмен қағыстарда кездеседі. Және де сол қолда кездесетіндер естеміз шекті іліп тарту. Одан кейін бұл күйде көбінесе лига деген нәрсе кездеседі. Лига деген бізде бір қағыстың нотасымен 2 әуенді шығару. Яғни мысалға мынаған қағыс жасап, келесі пернеге осылай саусақты қоя саламыз. Болды. Осындай нәрселер көптеп кездеседі ішінде. Деген сияқты. Ал жалпы негізі қатты қиын күй емес, қатты оңайда күй емес, средний күй. Жалпы бұл қосалқа күйін 3 бөлімге бөліп тастаймын. Барлығын осы бір видеоға сыйдырам бұйырса. Кеттік. 5-ші пернеден. Енді сіздің домбыраңыздың құлағы менікіне тура келу үшін астын панотюнер деген қосымшамен G-ға келтіресіз, яғни соль. Асты G деген әріп болу керек, үсті D деген әріп болу керек. Келтіріп алғаннан кейін бастаймыз. Кеттік. 2, 3, 4. Осылай жібереміз. Қайталау. 1, 2, 3, 4. Енді әуен кетеді. Сол, ля, 4-5-тен. Си, ре, и 5. До, до, ля. И мынау іліп қалғаным бізді фаршлаг деп аталады. Егер де шамаңыз жетсе, саусағыңыздың техникасы үлгеріп жатса, жасаңыз. Ал енді қиындау болып жатса, бұлай тарта беруге де болады. Кеттік, мен фаршлагтан көрсетем. 5-тен, қайттан 4-5, қайттан 5-ші перне. Қайтадан әуен тартамыз. 4, 5, до, до, ля. И 4-ші пернеден 2 рет. 5-тен, қайттан. И 5-ші перне. Енді ары қарай 7-7-ден бізде бағана айтқанымыздай 5 қағыс кетеді. Чай ойнаймын. Ре, 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 ми. Төбесінен, ми емес, си. Ре, си, үстіңшек, лига. И до, до. 5-ші перне. Үстіңшек. 7, 4-ке 2 қағыс. И қайттан 5. Әуен. Бастапқы әуен. До, до, ля. 4-5-ке 2 қағыс. 5-ке. Қайттан 4-тен. И бастапқы әуен. Енді қайтадан 7-7-ден тартамыз, 5 қағыс. И 1 қағыс төмен. 10-ші пернеге лига. 7-нің көмегімен 9-ға жоғары, 5-ке жоғары. Қайттан 7-ден. 9-ші пернеге лига. И 5, 4. 2-ші пернеде 4 қағыс. 4-тен 5-ке лига жасаймыз. Енді 7-тен 2 рет лига жасаймыз. Қайттан 7. 5-тен 7-нің үстіне лига жасаймыз. 4. И қайттан 5. Әуен.
енді екінші бөлімге көшеміз. Бірінші бөлімді әбден нақышына келтіріп, жақсылап тартып үйреніп алыңыз. Одан кейін барып екінші бөлімге көшіңіз. Бірінші бөлімді жақсылап жаттап алғаннан кейін барып екінші бөлім тура сол бірінші бөлімнің қайталауы. Балбыраунды тартсаңыз, жастар биі, нарағаш күйлерін тартсаңыз, тура сондай формула. Мына жағын жаттаймыз, осы жақтағы бендерді мына жаққа қоя саламыз. Қазір енді екінші бөлім кеттік ал. Тура басындағыдай. Бірақ перне 10. Қайталау. Әуен. 9, 12 и 10. 9-дан 2 қағыз. 10, 9. Қайтадан. Әуен кетеді қайтадан. Енді 12-ден. Үстіңгі шекке тура 9-дағыдай, 7-дегідей. Лига. 10-нан. Қайтадан әуен. Енді бұл жерде бір ерекшелік болады, не істейміз? 12-ге ауысамыз. Дәл осы қағыстармен. Енді қайтадан 14-ге ауысамыз. И осы жерден 5 қағыз кетеді. Лига 17-ге, 16-ға қағыз, 12-ге қағыз. 16-ға лига, 12, 10, 9-да 4 қағыз. Лигамен. Көрдіңіздер ме мұны? И 7-ден 5. Үстің шекке лига жасаймыз. И қайттан бастап әуен. Ең басындағы әуен. Екі рет. Екінші бөлім бітті. Екінші бөлімді жақсылап жаттап алыңыз. Қайта-қайта тартып, саусақтарыңызды үйретейік. Одан кейін барып үшінші бөлімге көшіңіздер. Мен айтқан қағида бойынша жұмыс жасасаңыздар, Құдай қаласа, нәтижеге жетеміз. Енді 10-шы перне. Еркесілігін тартсаңыздар, тура сол сияқты үстіңгі шектен. Міне, үстіңгі шектен алынып отыр лига. И 9-ға. Қарсылықпен бірге. Бұл қиындау болып отса, осылай. Пустой болып істеп, кішкене әрленбей. Ал енді мұнамен осылай. 3 рет. 9-дан тура сол формула. Енді 7-ден. Міне. Үстіңгі шек. 5. 3 реттен. Бәрі төмен қағыз. Енді 5-тен. И ары қарай қайттан. 2 рет. Әуен. Екі қағыстан. Бәрі бастапқы әуендер. Енді 7-7. Ең басында кездескен әуен 10-ға лига, 9-ға 5-ке жоғары қағыз. 9, 5, 4 қағыз. 4-тен 5-ке лига, 7-ден 9-ға лига, 2 рет. 7-нің өзі
5-тен 7-нің үстіне и төмен түрінде қайттан әуен. Осылай қосалқы күйіміз бітеді. Бірінші, екінші, үшінші бөлімді жақсылап тартып, жаттап үйреніңіз, саусақтарыңызды үйретіңіз. Көп практика жасап домбыраны тарта беру керек, сол кезде ғана саусақтарымыз үйреніп нәтиже болады. Осы қосалқы күйінің қай тұсы сізге қиындау болды, комментарийға жаза кетіңіз, және де қолдау білдіріп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Маған деген алғысыңыз сол болсын. Келесі күйде кездескенше.